Әлем жаңалықтарына тоқталып өтсек. Ресей сарбаздары антитеррорлық аймақта Украина әскеріне шабуыл жасады. Ресми Киевтің хабарлауынша 800-ге жуық Ресей сарбазы шекараны басып кірген. Ал Оксфам ұйымы швейцариялық экономикалық форумда президенттер арасында дебат өткізбек. Талқыға түсетін тақырыптар әлемдік дағдарыс, кедей мемлекеттердің қазіргі халі болмақ. Толығырақ өзгеде маңызды жаңалықтарды шетел топтамасынан көріңіздер. Ресейдің әскери күштері антитеррорлық аймақтағы Украинаның әскери позицияларына шабуыл жасады. Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесінің мәлімдеуінше, Куйбышев, Каменск, Шахтинский және Матвеев Курган елді мекендеріне ресейлік монатқыштардың 3 батальоны мен 800-ге жуық сарбазы кіріп кеткен. Алайда Мәскеу бұл ақпаратты жоққа шығаруда. Киев үкіметі өз кезегінде нормандық форматта Украина бойынша берлиндік кездесуге қатысатынын растап, Минск келісімшартты қайта қарастыру керектігін айтты. Досягнення реального, практичного прогрессу по линии дотыку. Біз қарсыластықты тоқтатып, ауыр артиллерияны жою, тұтқындарды босату және мемлекет шығысында гуманитарлық көмек көрсету мәселелерінде прогресске жетуіміз керек. Швейцарияда мыңнан аса компаниялар мен 40-қа жуық мемлекет басшыларының қатысуымен әлемдік экономикалық форум басталды. Давос курортында өтетін аталмыш шара қаңтардың 24-іне дейін жалғасады. Форум барысында мұнай бағасы мен экономиканың төмендеуі, Украинадағы дағдарыс және исламшылдардың қаупі туралы мәселелер талқыланбақ. Сондай-ақ маңызды тақырыптардың бірі әлемдік тепе-теңсіздік. Мәселен, Оксфам қоғамдық қорының зерттеуінше, әлемдегі байлықтың жартысы жер бетіндегі халықтың 1%-на ғана тиесілі. Осыған орай ірі корпорацияларда салықтық босаңсу өзгеру мүмкін, деп болжайды сарапшылар. Біз осы мәселеге қатысты әлемдегі миллиардерлер арасында дебат өткізуді жөн көрдік. Пікірсайыста Африка сияқты елдердегі әлеуметтік жағдай талқыланады. Мәселен, статистика бойынша әлемдегі ең бай адамдар 3,5 миллиард кедейдің мүлкін иеленіп отыр. Исламшыл содырлар тұтқынға алған жапониялық 2 азаматтың тұлғалары анықталды. Есте болса, исламшыл радикалдық топтың террористері тұтқындар үшін Жапония билігінен $200 миллион қаржы талап еткен еді. Исламшылардың қолына түскен 2 азамат Харуна Юкава мен Кензи Гото бұрында Токио қаласында журналист қызметін атқарған. Іс-сапармен Сирияға, таяу шығысқа бірнеше рет барған. Әлемдегі террористік шабуылдарды мұсылман елдермен байланыстыруға болмайды. Ислам ынтымақтастық ұйымының ассамблеясында Түркия президенті Тайып Ердоған осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, ислам мемлекеттерінде үнемі тексеріс операциялары жүргізіліп, экстремистік қауіп деңгейі бақылануда. Сонымен қатар Ердоған Мұхаммед пайғамбардың карикатурасын шығарған Шарли Эбдо журналын сынап тастап, сөз бостандығының шегі бар екенін айтты. Зарина Файзулина, Ақботан Үсібекова, Қазақ Ньюс.